Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен алкиндердің қасиетін қарастырамыз. Ең алдымен біз физикалық қасиетіне келетін болсақ, ең бірінші өкілі алкиндердің ацетилен. Қалыпты жағдайда газ болып табылады. Оның түсі болмайды, иісі болмайды. Түссіз, иіссіз газ. Және төртінші көміртекке дейінгі өкілдері алкиндердің бутинға дейін, яғни олар да газ тәріздес кездеседі қалыпты жағдайда. Көміртек бесінші өкілі, яғни С5H8, 5 көміртегі бар өкілі, бізде сұйық болып табылады. Және 16-шы С16H30-дан бастап қатты фазада кездесетін. Себебі біз білетініміздей, жай молекулаларда молекуланың саны артқан сайын электрондардың саны артады, және ондағы ван дер вальс күштерінің күші, яғни контакт нүктелері көбейгендіктен қайнау температуралары жоғарылап отырады екен. Мұнда сұйық және қатты қайналады екен, көміртек саны көп болған сайын. Енді жалпы химиялық қасиетін айтатын болсақ, химиялық қасиеті алкиндер қанықпаған көміртек болғандықтан электрофильді қосылу реакциясына жақсы қатысады. Алкиндер сияқты мысалға сутек қосу, гидрогендеу, мысалға ацетиленге сутек қосамыз, жартылай қанығады. Бірінші кезеңде бізде алкен түзіледі, H2, тағы да ары қарай жалғастыратын болсақ, сатылап плюс сутек бізде этан түзіледі, C2H6. Сонымен қатар галогендеуге болады, CH плюс бром. Бізде бірінші пи байланыс үзіліп, жартылай қанығады. Мұнда бром келеді, сутек және бір бром болады. Бром, яғни 3 еселік байланыс, 2 еселік байланыс қайналады. Көміртек бір сутек бар және бром. Әрі қарай жалғастыратын болсақ, сатылап біз тетрабром этан алады екенбіз. Сонда мұнда тағы бір сутек, бром, көміртек сутек, бром және бром. Сонымен қатар гидратация реакциясында қатысуға болады. Үшінші реакция бізде мынау бірінші, екінші реакция, үшінші реакция гидратация, яғни ацетиленге су қосамыз. Бұл Кучеров реакциясы деп аталады. Су қосқан кезде, мына егерде ацетиленді айтатын болсақ, мұнда бізде қышқыл қатысында және сынаптың ионы қосылады екен. Нәтижесінде ол сынаптың металын түзіп, улы зиян тигізуі мүмкін. Соған байланысты бұл кеңінен таралған реакция емес. Бірақ ацетиленнің қолданысында жатады. Нәтижесінде біз альдегид алады екенбіз. Көміртек. Егерде біз ацетиленнің орнына пропинді алатын болсақ, оған су қосатын болсақ, дәл осы Кучеров реакциясының қатысында альдегидтің орнына бізде кетон түзіледі. Яғни оттек мұнда келіп қосылады. Нәтижесінде ацетон пайда болады. Сонымен қатар төртінші реакция бізде гидрогалогендеу, яғни оған қышқыл қосу, H-хлор сияқты. Ацетиленді алайық. Үш байланыс, сутек плюс H-хлор. Бұл да сатылап жүреді. Бірінші сатысында сутек хлор қосылады, екінші сатысында тағы да сутек хлор. Нәтижесінде бізде дигалоген пайда болады. Ең соңғы өнімін жазатын болсақ, барлық қос байланыстар үзіледі. Хлор, сутек, мұнда 3 сутегі бар. Яғни дихлор этан пайда болады екен. Келесі реакция бұл ацетиленнің полимерлену, яғни немесе тримерлену деп те айтуға болады. Ацетилен 3 молекуласын алатын болсақ, олар өзара полимерленіп,
Бұнда мында жердегі бір пи байланыс үзіледі, ол электрондары көміртекке қарай кетеді. Нәтижесінде өзара радикалдар пайда болып, бір-бірімен жанасып, тұйықталған қосылыс түзеді. Оны біз бензол деп айтамыз. Мұнда бізде жалпы формуласы осылай сызуға бар, бірақ бұл резонансты формуласы екен білеміз. Яғни бұл тұрақты формула сақталмайды, ол үздіксіз айналымда болады. Яғни 600 градус температурамен қыздырған кезде ацетилен тримерлен бізде бензолды түзеді екен. Сонымен қатар келесі реакция бұл тотығуы ацетиленнің. Тотықтырғыш ретінде калий перманганатын қолданамыз, нәтижесінде қымызды қышқыл алады екенбіз. Енді келесі реакция бұл бізде жану реакциялары. 6-шы реакция оттектің жоғары концентрациясын және төмен концентрациясын, мысалы ацетилен жанған кезде көп мөлшерде оттек болса, ол көміртек диоксидін және су түзеді, кез келген көміртектің жану принципі бойынша. Ал егерде біз аз мөлшерде оттекті алатын болсақ, мына реакцияны теңестіретін болсақ, мында 2, 5, мында 4, мында 2 деген коэффициент қоямыз. Егерде ацетилен жанған кезде оттектің концентрациясы аз болса, онда бізде көмір және көміртек моноксиді түзіледі. Көмір, көміртек моноксиді және су. Реакцияны теңестіретін болсақ, реакция теңескен. 2 көміртек, 2 сутек және 2 су бар. Жалпы ацетиленнің қолданысы туралы айтқан болатынбыз. Органикалық синтезде кең қолданылады. Оларды мысалға гидратация арқылы альдегид алуға да болады, кетон алуға болады, гидрогалогендеу арқылы одан галоген алкандар алуға болады, ароматты көмірсутектер алуға болады. Сонымен қатар алкендерді ары қарай галоген алкан, тағы да басқа органикалық қосылыстар алады екенбіз. Сонымен қатар ол ацетиленді оттекпен жандырған кезде үлкен энергия бөлінеді, оны өте қатты металдарды кесуде қолданады екенбіз. Осымен оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.